коронавирустың вирусы COVID-19 деген ауада 8-10 сағатқа шейін сақталады екен. Егер 33 градус болса 16 сағатқа дейін, 56 градуста 10 минуттың ішінде өледі. Енді ол 56 градус ыстық Африкада болмаса, бізде 56 градус болады деп айта алмаймыз. Енді жаздың күні даже біреулер айтып жатыр ғой, ой, ертең июльда күні сығанда вирус өз-өзінен жоқ болып кетеді деп. 33 градустың өзінде 16 сағатқа шейін ауада сақталады екен. Егер минус 70 градустан плюс 4 градусқа дейін жылдап сақталады екен тірі күйінде. Бұл деген өте енді сұмдық нәрсе ғой. Енді бұны біз не істейміз? Қалай енді бұл ауадағы вируспен күресе аламыз? Енді біріншіден енді ол карантин дұрыс, енді үйден шықпай отыру керек. Енді ол да оңайға соғып жатқан жоқ біздерге. Бізде қалай күреседі? Бізде не қылады? Қазақтар, енді мұсылмандар көбісі адыраспан түтетеміз. Адыраспан енді кішкене ауадағы вирустарды өлтіреді. Бірақ енді адыраспанды мынада неде медицинада улы шөптердің қатарына жатқызады адыраспанды. Гармола дейді, улы шөптердің қатарына жатады. Бұны күнде адыраспанды үйде түтете берсек, бұл жаңа балдарымызға зиян, сосын өкпені улайды. Бұл да енді выход деп айта алмаймын. Сосын кварцевание жасайды, кварцевый лампы қосады. Енді ол кварцевый лампыны біздің өткенде профессорлар, дәрігерлеріміз Алматыда айтып жатыр, кварцевать еткен кездері ол 1 метрден жоғары ауадағы бактерияларды өлтіреді екен. Ал 1 метрден төмендегі не қылмайды, бактериялар өлмейді екен да, сол үшін бұл да енді 100% выход деп айта алмаймыз. Мен өзім қазір нені пайдаланам? Қазір мен осы Тиньши компаниясының озонаторы. Озонатор деген аппарат бар. Бұл озонатор өзі микроклимат, экология, микроэкология дома дейді ғой. Өзіміздің үйіміздегі немесе экологиямызды жөндейтін аппарат. Бұл аппарат мен қазір сіздерге көрсетейін. Түрі қандай екен? Мінекей менде мына үйде тұр, міне озонатор деген аппарат. Бұл өзінің функциялары бар. Бұл біріншіден овощ, фруктар тазалайды, барлық бактерияларды, нелерді жоқ қылады. Сосын екіншіден бұл насадкасы бар, міне насадкасымен мына суды тазалаймыз, озонировать етеміз. Озонатор деген сөз озон, O3 дейді ғой. Ауада жаңағы осындай озон образовать етеді. Бұл біріншіден суды тазалайды, суымыз озонированный болады. Бұл жаңағы лечебный вода деп айтсақ болады. Осы су. Сосын екіншіден мына жердегі насадкасын алып тастап, неке насадкасын алып тастаймыз да, кейін бұл аппаратпен ауаны тазалаймыз. Ауада озон озонированный ауа болады, воздух озонировать етілген кездер мынаны осылай алып алып, мінекей барлық комнаталарға апарып, мысалға барлық комнатыңызды күнде таңертең кешке 2 мезгіл озонировать етсеңіз болады. Мысалға мына жерде қосасыз, функциясын қосқан кезде мінекей озон бөлініп бастайды. Мына жерде міне и мына кәдімгі озонның иісі шығады. 13 минут комнатаға апарып қоясыз, есік терезесін жабасыз комнатының, кейін өзіңіз шығып кетесіз. Кетіп өткен озон көп демалған кезде мына тыныс жолдарын кішкене күйдіруі мүмкін. Сол үшін қой бұл біткеннен кейін сосын терезесін ашып сол комнатаны желдетіп аласыз. Кейін бірінші ұйықтайтын бөлме, қонақ бөлме, сосын кухняны өстіп озонировать етіп алып, ауаны 100% микроорганизмдердің бәрін өлтіреді. Сосын мысалға біз қазір бәрібір енді көшеге шығасың, аптекаға барасың, кейін жаңағы бәрібір енді магазинге барасың, бір енді шұғыл шаруаң болып банкке или бір жерге барасың, келген кездері мысалға біз сырт киімімізді тоже стерилизовать ете алмаймыз. Перчаткамызды шешіп тастаймыз, маскамызды алып тастаймыз. Бірақ енді сырт киімімізді біз енді алып лақтырып тастай алмаймыз ғой енді. Оны қалай енді обработка істейміз? Сол келген жерде, мысалы келген кезде сразу сырт киіміңізді шкафқа алгеннен кейін шкафтың ішіне озонаторды қойып алсаңыз болады. Шкафтың ішіндегі барлық микробты киімнің, мысалға енді біз білмейміз ғой, сырттан жұқтырдық па, киімге отырды ма, оны да білмейміз. Сол енді бәрін тазалайды. Сырт киім тазалауға болады. Сосын аяқ киімді. Сосын ол микроб жерге қонады екен, оседает дейді ғой.
кім алмады, сол микроб оседать еткен кездері не қылады, аяқ киім жерден жұғады екен. Мына бір көзімнің үстінде бірдеңелер шығып кетті. Кешіресіздер. Сосын соны аяқ киімді келген кезде алып, енді Қытайда каждый кірген кезде аяқ киімді жуып, антисептикпен жуып тазалап отырған ғой. Енді бізде ондай обычный жайға қойшы. Бірінші өзің жай естественный қайда? Болды, осыған қойса, құдай. Сонда аяқ киімді алып, мусорный пакет или обычный пакет или мусорный пакет жақсы, аузы тез жақсы жауады. Аяқ киімді салып, озонаторды қосып алсаңыз болады. Насадкасыменен қоссаңыз, сол аяқ киім өзін стерилизовать етуге болады. Бұл ауаны, киімді, комнатаны бәрін тазалауға озонаторды пайдаланамыз. Сосын екінші қас, бұл енді ауадағы вируспен қалай күресеміз. Енді екінші характеристика, суда 9 тәулікке дейін сақталады екен. Енді бұны біз не істейміз? Енді влажный, ылғал болса, сулы жерде 9 тәулікке дейін сақталады екен. Біз қазір енді бұны қалай қорғанып жатырмыз? Мысалы, енді бұл жөтелген кезде, түшкірген кезде беріледі ғой. Воздушно-капельным путем дейді ғой. Сонда бұл біз масканы тағамыз. Бірінші, енді маска демекші, масканы мен өзім маскамен 2 рет шығып көрдім, өте қиын екен. Деміңменен масканың ішандай ылғал болып қалады, сулы болып қалады. Демменен влажный не болады, ауа болады шығарған кезде. Сосын масканы очки таққан ғой соныкі. Масканы салғаны влажный болған кездері, одан сырттан вирус тез кіріп кетеді екен. Маска уже бір жарты сағаттан кейін ол пайдасынан зияны көбейіп кетеді екен. Енді мысалы дәрігерлер маскамен жүр, респираторный маска тағу керек, контакт болмайтын. Оны дұрыстап тағу керек екен. Сосын енді оны қалай енді выход жасаймыз? Қазір маска жетпей жатыр. Енді мен кеше 4 аптеканы, үйдің жанында 4 аптекаға бардым, көріп. Бір аптекада 5 маскадан сатып жатыр екен. Қалған 3 аптекада маска жоқ. Енді қазір маскада барлық адамға жетіп жатқан жоқ. Біреулер қолдан тігіп жатыр, ХБ материалдан тігіп, жуып алып жатыр. Енді ол жуған кездерде гарантия жоқ, ол 100% жаңағы не қылды деп, маска таза болды деген гарантия жоқ. Қайта-қайта многоразовый использование дейді, ол да қауіпті. Оны мен кеңес бермес едім. Енді мен масканы қазір қалай жасап алып жатырмын? Бәрі мынандай обычный масканы алып, өзім пайдаландым. Бізде мынандай прокладка бар. Озон анионовый дейді. Бұл да озон анионовый маска. Неке влага болған кездері, озон өзінің мынандай шипі бар. Озоновый, жасыл. Осы шипті масканың ішіне салып аласың. Неке жабыстырып, салып алып, осылай жүрген кездері, біріншіден мына жерде ылғал болмайды, влага болмайды. Не қылып, өткен өзіне сондай несі де, порасы солай жасалынған, өзіне тартады. Сосын сырттан кірмейді, сырт жақтан. Бұны кешке дейін осымен жүрсе болады.